Сондайда қыздар жалғастыра берейін, эфир сақталады, көріп аласыздар. Сондайда біз сөйтіп көмектесе алатын болсақ, вот сол кезде в общем былай ғой, сіз біреуге бірдеңе жасайтын болсаңыз, мейлі жақсылық, мейлі жамандық, ол уже айтылып жатталып қалған нәрсе ғой, бірақ та біз біреуге бірдеңе ішкі есебімізден ешкім білмесе де біз біреуге бір нәрсе жасай алатын болсақ, біліңіз да, ол Алланың есебі жібермейді. Ол Алла аса құдіретті, аса ең мықты бухгалтер, ең мықты есепші, ең мықты судья сол. Мықты әділ судья сол да, судьялардың судьясы. Сізді жасаған жақсылығыңызды титтей болсын жасаған жақсылық болмаса да ниетіңіз болды, көмектескім келеді деген, осындай ниетіңіз болмаса титтей болсын жамандығыңызды сол бүйтіп қалса екен, қаламаймыншы соның өсіп кеткенін деген сияқты. Осындайдың барлығы өзімізге қайтады да, жай қайтпайды, білесіздер ма? Ол еселеніп қайтады, міндетті түрде. Сосын қараңыз, бір жағдай болмай жатса, бір басымызға іс түсіп жатса, біз ойлануымыз керек та. Егер де дейді, сізді біреу ренжітіп жатса, біреу сізді ренжіте берсе, есіңізге түсіріңіз, мен кімді ренжітіп едім? Жалпы, мен кімді ренжітіп едім деп. Өйткені біз біреуді ренжітсек, ол нәрсе өзімізге қайтады, тағы да қайталап айтамын. Жай қайтпайды, еселеніп, көбейтіліп қайтады. Жақсылық істесеңіз, жақсылығымыз еселеніп қайтады өзімізге, обязательно қайтады. Жизнь бумеранг, обязательно қайтады да ол нәрсе ше. Жамандық істесек, жамандығымыз қайтады. Сондықтан да біреуге бірдеңе істейін деп жатқан кезде тіліңіз тістеп қалып, қойшы, бұл ертең өзіме қайтады деген сияқты. Осындайда бір рет, екі рет өзіңіз істеп қалсаңыз, үшіншісінде миыңыз уже сізге көмектеседі. Сіздің ең күшті көмекшіңіз, помощницаңыз ол өзіңіздің миыңыз да. Деген сияқты. Бір рет, екі рет болған кезде үшіншісінде ми шартты рефлекс болады да, бұл сізге көмектеседі. Тренировка деген нәрсе сол да миға. Сондықтан осындай бір нәрселерді постоянно тіліміз тістеп отыру, бірақ жаңағыдай да бір исламды, басқа нәрсені айтқан кезде қатайтып тастағым келмейді да. Мысалы адамдарды қорқынышты, ондай нәрсе емес. Наоборот, білесіздер ме, мынау дүние қазір қуанатын нәрсе, Аллаға сан шүкірліктер болсын, психология, адамның жанына үңілу деген ғылымның дамып жатқаны да. Бұрындары мән бермейтін едік қой, тек қана осындай жаңағы тіршілік, өмір деген сияқты тән ғана еді. Қазір жанға үміліп жатырмыз да, кәдімгі жанымызға, әр адам өзінің жанына үңіліп. Негізі ханымдар, қуана беріңіздер да, психологияның дамып жатқанына, психологтардың, үйретушілердің көбейіп жатқанына. Өйткені бір адам болса да әйтеуір жанына үңілетіндер көбейіп жатыр да. Сондықтан адам жанына үңілген кезде жалпы басқаларды түсіне бастайды. Ол уже өзінің өміріне сол нәрседің, сіздің жаныңыз, сіз біреудің жанын ауыртсаңыз, сіздің де жаныңызды біреу ауыртады. Қазір сіздің жаныңызды біреу ауыртып жатса, просто еске түсіріңіз да, тәубеңізге келіп, Алладан көп истиғфар сұраңыз, кешірім сұраңыз. Дәл қазір сізді біреу қатты ренжітіп, соған ренжіп жүрген болсаңыз, шынымен өткеніңізді көп ойлаңыз, мен кімді ренжітіп едім деген сияқты да. Бұл нәрсе өте маңызды. Сондықтан сіздерге айтатыным, рух ашыққан кезде обязательно Құранды тыңдап, әйел адамдарға өте маңызды дәретпен жүруді. Күндіз түні дәретпен жүру, тіпті ұйықтаған кезде де дәретпен жату. Енді бізге егер де осындай нәрселер пайдалы болмаса, бізге бір оның қайыры болмаса, бұның барлығын бұйырмайтын еді да. Алла Тағала бізге бұның барлығын істеңдер демейтін еді. Демек, қараңыздар, Алла Тағаланың тыйым салған нәрселерінде, тыйым дегеннің жалпы мағынасы, әр сөздің мағынасы болады ғой, түпкі мағынасы зиян деген сөз екен да. Алланың тыйым салған әрбір нәрсесінде сіз бен бізге зиян нәрсе бар да. Сондықтан Алланың тыйылғандарынан тыйылып, оның рұқсат берген нәрселерін, оның істе деген нәрселерін істейтін болсақ, онда расымен де біздің өміріміз жеңілдейтін еді да. Біз өзіміз қиындатып жатырмыз. Расымен де өзіміз оның барлығын жасап жатқан. Бірақ егер осындай ойлар болып, өзіңізді осындай мен неге сөйттім деп күнәһар сезініп кеткен болсаңыз, бізге Алла Тағала әлі де мүмкіндік берді. Қараңызшы, қазір сіз бен біз өйстіп отырып, эфирде отырып өліп қалған жоқпыз ғой, енді тіріміз ғой, өліп қалған жоқпыз да. Біз прям өліп, жаңағыдай қабірде жатқан жоқпыз да. Тағы бір күн болған кезде осының бәрін реттейтін едім, Құдай-ай деген сияқты. Біз тіріміз ғой әлі. Демек, бізге әлі оның барлығын жөндеуге мүмкіндік бар. Ниетті қайтадан жаңартуға, барлық нәрсені қайтадан бұруға, ниетті жаңартуға, қайтадан ішімнің бәрін төңкеріп, бүгіннен бастап Алланың разылығы үшін Аллаға жақындауға және ішімді, жүрегімді тазалауға ниет еттім деген сияқты да. Осындай ниетке келуге сіз бен бізде мүмкіндік бар. Альхамдулилля да, тіріміз, осы нәрсені естіп тұрсыз.
Алла сіздің осыны естігеніңізді қалады. Білмеймін, менің аузыммен басқамен мына құлағыңызбен осыны естуді Алла тағала қалады. Демек сіз босқа естіген жоқсыз. Егер де мен бұны алдында айтып қойғансыз сіз дейтін болсаңыз, Алла тағала сіздің қайталап естігеніңізді қалап тұрған шығар мүмкін. Мен білмеймін да тағы да. Сондықтан құрметті ханымдар, коммент өшіріп тастаңызшы дейді. Сондықтан құрметті ханымдар, егер де естіп қойған болсаңыздар да осы жерде айтып берейін сіздерге имам Шафидің оқиғасын. Жалпы менің бұрынғы алдыңғы сабақтарымнан өткен қыздар қайталап естеріңізге түсіруге болсын, ренжімеңіздер, жаңадан келген қыздарға айтып бергім келіп тұр. Бір хикая бар да. Жалпы имам Шафи деген үлкен ұстаз кісі бар екен да. Енді өте үлкен ұстаз болған имам Шафи деген. Жалпы исламды насихаттаған кезде ол ғалым кісі болған. Енді ол замандарда, бұрынғы замандарда, жаңағы сахабалардан кейінгі замандарда ғой, ол замандарда бұндай түрін көріп, инстаграмнан, интернеттен түрін тану деген нәрсе жоқ қой, имам Шафи деген атын естиді да, мысалы ұстаз, осындай ұстаз бар екен деп, бірақ оның түрін білмейді ғой адамдар. Сонымен бір наубайханашы бар екен да, наубайханашы деген нан завод деп айтайыншы, нан заводтың бастығы, өзі кәсіпкер кісі болса керек. Сондай наубайханашының бастығы, наубайхана деген жалпы нан пісіретін жер. Соның бастығы бар екен, соның бастығы енді ауыздан жетеді ғой кезде жаңағы уағыздар, сабақтар, ұзын құлақтан, мынау пәленше айтып деген сияқты. Сол кісінің сабақтарын тыңдап, өйстіп, жалпы имам Шафиді өмірімде бір көрсем деп наубайхананың бастығы, нан заводтың бастығы. Осылай армандап жүр өткенде қатты құрметтейді екен сол бір имам Шафи деген кісіні. Осылай өмірінің соңында сөйтіп армандап жүр өткенде соны бір көрсем, өмірімнің соңына дейін бір көрсем деп. Сонымен бір күні имам Шафи үстіне қайыршының киімін киіп алып, жыртық тесік шапандарын киіп алып, елді аралайды ғой. Ал жаңағы наубайхананың бастығы негізінде оның наубайханасына күнделікті қайыршылар келеді екен, күнде нан сұрайды екен қайыршылар. Сосын ол білесіздер ме, күнде береді екен. Келген адамдардың бәріне мә деп қайыршылап келген адамның бәріне күнде береді екен да. Өзі бізде де өмірімізде сондай болып қалады да, күнде беріп жүріп бір күні Құдай ұрып қалатын деген сияқты ше. Сонымен жаңағыдай күнде келіп жатады да, бір күні имам Шафи жаңағыдай жаман киімдерін киіп алып, қайыршының кейпіне еніп, сыртына жаман шапандарын киіп, именно сол наубайханашының наубайханасына барады да, мен қайыршы едім, маған Алланың разылығы үшін бір тілім нан берші дейді ғой. Имам Шафи оны танымайды да, қайыршы екен деп ойлап қалады да, барыңдаршы, күнде берем осы сендерге, мен шашадым сендерге беріп. Таусылмайды екенсіңдер сендер дейді да, қайтар жібереді ғой. Негізі күнде беріп жүрген кісі да, бірақ сол күні қайтар жібереді да. Содан ана кісі имам Шафи қайтадан артына бұрылып кетеді, жанында кісілер болады да, сосын жанындағы танып қойғандар айтады, сен не істедің? Заводтың бастығына айтады, сен не істедің? Қазір ғана сен өзің өмір бақи аңсап жүрген имам Шафи деп жүретін, соны қайтарып жібердің ғой сен дейді да. Сосын сол ме еді десе, сол бүткіл жұмысын тастай салады да, артынан жүгіріп барып жаңағыдай бір сәтке тоқтап тұрады да дейді, уже шок болып қалса керек қой, артынан жүгіріп барып алдына тізерлеп барып отырады да, кешірім сұрайды. Кешіріңізші ұстаз, мен сізді танымай қалдым, білмей қалдым. Не істесем, қандай амал жасасам сіз мені кешіресіз, барлық істе деген нәрсеңіздің бәрін істеймін, лишь бы мен кешірсеңіз болды деп тізерлеп отырады. Сонда имам Шафи айтады, жарайды, мен бір шартым бар, мен сені кешірем, бүгін кешке осы қаланың бүткіл осы ауылдың тұрғындарының барлығына тегін тамақ бересің, тамақтандырасың, мен сол кезде кешірем дейді. Ана бай қуанып кетеді да, болды, мен істеймін оның барлығын дейді да. Кешке сол ауылдың бүткіл халқына жинап ас береді, тамақ береді, тегін тамақ береді барлығына кешке қарай. Сонымен жаңағыдай енді адамдардың кешке аста отырып қарындары тойып, мәз болып ортада имам Шафи де отыр, соған қарайды да, елдің бәрі қарны тойған екен. Ал ұстаз, енді қарнымыз тойды, ортаға шығып жаңағыдай бізге бір уағыз айтыңыз, бізге бір сабақ айтыңыз деген кезде ұстаз ортаға шығады да, біраз адамдарға қарап тұрады да, осы сіздердің араларыңызда бір өкінішті жағдай бар, осы сіздердің араларыңыз, дәл біздің арамызда тозақтың ең түбіне кететін бір адам бар. Арамызда отыр ол адам, кім екенін көрсетейін ба дейді. Сонда бүткіл халық шулайды, көрсетіңіз, ол кім арамызда отырған деп. Сонда имам Шафиге қарайды да, мынау деп жаңағы наубайханашын көрсетеді ғой. Наубайханашының бастығы сол жерге бүткіл халыққа ас беріп жатқан нан заводтың бастығын. Мынау дейді да, тозақтың түбіне кетеді дейді. Сонда халық шулайды ғой. Неге? Ол деген бүткіл бүгін бәрімізді тамақтандырып жатқан жоқ па? Осынша адамға ас беріп сауап алып жатқан жоқ па? Бұл деген біз бұл кісіге ризамыз деген сияқты да. Сонда имам Шафи айтады да, Алланың разылығы үшін бір тілім нан берген жоқ. Ал адамның разылығы үшін 100 адамға ас беріп жатыр дейді да. Вот тозақтың түбіне кететін адам дейді. Енді қараңыздар, бұл жерден алынатын нәрсе, біз көбіне адамдардың разылығын бірінші орынға қойып қоямыз да. Тағы да бір мысал айтайын, қараңыздар осы нәрсеге. Мен жақында той жасадым, мен инстаграмда көрген шығарсыздар. Той жасаған кезімде
бір жақсы влиятельный әпкем, бір туыс әпкем маған келіп жаңағыдай сөйлетті да, бір жаңағы сыйлас әпкем. Сол кісі жаңағыдай үлкен кісі еді. Сол кісі айтты, осынша үлкен қонақтар келе жатыр, анау мынау балқия деген сияқты да, жаңағы ертең спиртной қоймайын деп жатыр екенсің, бірақ болмайды, ұятты адамдар келеді, болмайды қоймасаң, осынша жерден жаңағы үлкен алыстан қонақтар келіп жатыр деген сияқты да. Сосын жоқ, мен қоя алмаймын дедім да, мен уже ниеттен қойғам, уже ертең той, жан жақтан қонақтар келіп жатыр да, енді үлкен той болғаннан кейін. Сосын жоқ, қоя алмаймын дедім. Сөйтіп едім, ана кісі кәдімгідей ренжіп қалды да, даже мен енді кейін сыртынан естіп жатырмын, сыбысын естіп қалдым да, онда біз тойға бармай-ақ қояйық, басқа жаңағыдай спиртной ішетін ресторанға бара берейік деген сияқты да. Енді бара беріңіздер деп айтқан жоқпын да, өйткені мен сыйлап келіп отыр. Бірақ, конечно, мне было неприятно, маған неприятно болды да, бірақ үндемей қоя салдым да, алладан дұға жасадым. Сонда қараңыздар, оның атын мысалы Айгүл әпке деп алатын болсақ, мынау Айгүл әпке, мынау Алла тағала дәл осылай алдымызға өйстіп қоямыз да, бүйтіп қоямыз. Мынаның разылығы или мынаның разылығы, салыстырасыз. Қайсысының разылығы сізге важнее? Мынау Айгүл әпкем, мысалы, примерно атын Айгүл деп алайықшы. Осы әпкем егер де столға соның дастархан, хотя бы соның дастархан, мысалы, маған даже ойлар да келді да, тек солардың ғана дастарханына спиртной қойып бересізден бекен, сон жерден келіп ренжіп қалды ма деймін, тырысып қалды да әпкемше, соның столына ғана қоясыздан бекен деген сияқты ой келді да. Бірақ та шынымен ойлайсың да, уже ойлаңызшы, дастарханыңызға уже мен ниеттеніп тұрмын, дастарханыма оған бір улаған екен, ана жерге харамдаған екен, бүткіл дастарханның жердегі бәрі харамданады ғой. Сөйтіп ойладым да, кәдімгідей. Сонда осындай выбор келеді да әрқайсымыздың алдымызға. Қараңыздар, мынау Айгүлдің разылығы ма, Алланың разылығы ма? Таңдаңыз. Мынаны разы қылсам, мен қоямын столға спиртнойды, арақты. Мынаны разы қылсам, онда қоймаймын. Бұның разылығын алатын болсам, мен бұған тәуекел етемін. Бұл мені өзі қорғап шығады. Өйткені бұл маған уәде берген, бұл уәделерді орындайды. Осындай ішімізде Аллаға тәуекел, ол мені өзі қорғайды. Аллаға тәуекел. Не болса да Аллахым саған тәуекел еттім, сен мені қорғаушысың. Сенен өзге күш қуат жоқ деп оған тәуекел еткен кезімізде, ол өзі қорғап қояды да. Расымен де сөйтіп Аллаға тәуекел еттім. Бірақ та ренжіген жоқ, мен де үндемедім, ол да үндемеді, келді, күліп ойнады. Бірақ та тойдан кейін айтып жатыр да, мен халал тойдың да осындай қызық өтеді деп ойламаппын. Менің ойымша, расымен де тек қана той деген арақпен ғана қызық болады деп ойлаппын. Бірақ та таң қалдым, кеше кәдімгідей прям күшті, бірінші рет көрдім мен бұндай халал тойдың осындай қызық болған деген сияқты да. Сонда қарап тұрсаңыз, мен ештеңе істеген жоқпын да, Алла тағала өзі реттейді да, өзі барлығын оның көзіне керемет қылып көрсетіп қояды, мәртебені жоғары көрсетіп қояды, осындайда реттеп қояды. Осындайда бір-бірімізді, мұсылмандар бір-біріне айна дейді ғой, бір-бірімізді біз Алланың разылығына үнемі шақырып отыруымыз керек та. Расымен де қараңыздаршы, өмірде осындай жаңағыдай да имам Шафидің оқиғасын үнемі есімізде сақтауымыз керек та. Бүйтіп шынымен алдыңызға выбор келген кезде, таңдау келген кезде, адамның разылығы ма, Алланың разылығы ма? Сосын имам Шафидің жаңағы несінде тозақтың түбіне кетіп қалмайын ба деген сияқты қауіп бізде де болуы мүмкін да. Сондықтан үнемі сіз айбай онда өмір қиындайын деп тұр, че-то мен Алланың разылығын бірінші орынға қойсам, онда көп адамнан ажырайын деп тұрмын, болмаса көп адамға қарсы шығайын деп тұрмын ғой мен деген сияқты фук-фук ойлар келіп жатса, оны да біліңіз, стоп деңіз де, бұл ойлар сізге шайтан беріп жатыр. Шайтан сізге қорқынышты береді. Ең бірінші жоқ деген сияқты уже бір адам ішінен кішкене ниеттенсе, мен Алланың жолына, разылығына деген сияқты кішкене бір адам тура жолға қарай бүйтейін деп жатса, ол аналарға бір, шайтандарға бір қорқынышта үлкен бір опасный сос жағдайда, кәдімгі шокта оларға ше. Сондықтан олар тревожить ете бастайды да, бүткіл жағдайын, бүткіл возможностьті қолдана бастайды да, сізге қорқыныштарды береді. Сен мынандай ғой, жұмыста жібермей қояды, сен өспей қаласың, бірдеңе, мына дүниенің сонда не қызығы қалады деген сияқты ше. Ондай қорқыныштар келсе де Аллаға тапсырыңыз. Барлығы бірден керемет болып кетеді деп айта алмаймын, бірақ та расымен де әсте-әсте Алла тағала сізді кез келген қиыншылықтан хоп етіп өзі шығарып алады. Негізінде сіз оған сенсеңіз. Бірақ та біз кәдімгі жүрекпен, яқинмен кәдімгі сенуіміз керек та, оған тәуекел ете алуымыз керек. Сондықтан бұл нәрсе өте маңызды. Тағы да бір егер тыңдайын десеңіздер, осы жерде хикая айтып беремін да. Тоже алдында естіп қойған қыздар бар, бір ауыл бар екен, өте қағынып кеткен ауыл. Бүткіл Алланы танымайтын, Алланың қаһарына ұшыраған бір ауыл бар екен да, түгелімен. Расымен де Алла тағаланың сол ауылға бір жаңағыдай қаһары келіп, ашуы келіп, екі періштесін жіберген да, мынау ауылды түгелімен жойыңдар. Біреуін қалдырмай, бәрін жойып тастаңдар, түгел жоқ қылыңдар деп. Енді Алланың бұйрығы періштелер қайтармайды ғой. Сонымен періштелер келіп, жаңағы ауылды түгел жойық деп, енді екі періште келіп жерге түсіп жаңағыдай жояйын деп жатса, ол ауылда мешіт бар екен да, кішкентай ғана.
мешіттен бастап жайық деп мешіттің ішіне кірсе, бүткіл ауыл бойынша жалғыз адам, бір ғана адам Аллаға жалбарынып отыр екен да, намаз оқып, я Аллахым деп күнәсына кешірім сұрап сөйтіп отыр екен. Сосын екі періште ойланып қалды да, бізге түгел бәрін жойыңдар деп бұйрық беріп еді, бірақ мынау адам қағынбаған адам сияқты ғой, бұл Алланы білетін сияқты, мүмкін бұны қалдырармыз деген сияқты. Қайтадан Аллаға барып, Алланың құзырына барып, я Аллахым, осындай бір адамың бар екен, пендең бар екен, құлың, соны қалдырайық па десе, содан бастап жойыңдар дейді екен да. Бірінші содан бастаңдар. Неге деген кезде, өйткені ол өзі білді, дұрыс жолды Аллаға жақындау керек екенін, күнәға, қатеге жаңағыдай кешірім сұрау керек екенін өзі білді, бірақ ана ауылдағы өзінің бауырларына ескерткен жоқ, оларға үйреткен жоқ. Яғни ол да бірдеңені біліп, бір игілікті біліп, оны қызғанып бермей қойсақ, біз онда мысалы мен білімнің зекетін бермегендей бол. Мен егер білсем да Алланың разылығының жақсы екенін, оның дұрыс жол екенін, осындай екенін білетін болсақ, сіз де әрбіріңіз осы нәрсені біліп, қызғанып, мен ғана тура жолға барайын, қалғандар тозаққа кете берсін деген сияқты примерно осындай позицияда бұл ше. Сонда жаңағы нәрсенің енді ғибраты осы болып тұр қалатын хикаядан. Сонда біз бірдеңені білген мұсылмандар бір-біріне айнада дөрекі түрде емес, қатал түрде емес, біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам уағыз айтпай, ештеңе әңгіме айтпай-ақ, лекция айтпай-ақ, ол мінезімен, әдептерімен, жүріс-тұрысымен және адамдармен қарым-қатынасымен-ақ адамдарды бүйтіп исламға тартып жүре берген да. Шынымен де Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам қандай еді деген кезде оның мінезі Құран еді дейді ғой Айша анамыз. Сол сияқты да. Яғни расымен де егер сіз исламды біреуге жеткізсеңіз, немесе дұрыс жолға біреуді тартатын болсақ, біз барынша оңайлатып, жеңілдетіп, қазір байқап жатсыздар ма, мен марафон челлендж жүргізіп жатырмын, барлығы тегін, шын ниетіммен, өзім расында ниетіммен пайғамбарыма не істей аламын деген кезде, мысалы, енді бір бөлшегі да, осындай бір ел болып, халық болып, инстаграмда халқымды пайдаланып, басқаларды осы мүмкіндігімді, нығметімді пайдаланып, бірге осы салауат айтуға ең болмаса, осы бір ай мәлітті 1 миллион салауат айтайықшы, бәріміз жалып деген сияқты ниет болды да менде. Сол нәрсені мысалы не үшін оңайлатып беріп отыр? Мен сіздерге күніне 1000-нан айтыңдар. Мысалы бізге, мен қазір сабаққа барып жүрмін, ұстазымыз бізге 1000 салауаттан алып келіңдер деп тапсырма береді. Енді ол сенімді ғой, сеніп тұр да. Егер сөйтетін болса, нәпсілеріңізге, кейбіреулеріңізге ауыр тиіп кететін еді да. Сосын күніне 100 салауат жетеді. 100 салауат жетеді да. Өйткені сөйтіп лишь бы басты нәрсе үзбеу арасын. Және дәл сол сияқты әр күні садақа беруді, құрметті ханымдар, басқа нәрсені ұмытсаңыз ұмытыңыз, садақаны ұмытпаңыздар. Күніне 100 теңге. Күніне 100 теңге міндетті түрде қайға саламын, ойла не істеймін деп қалған кезіңізде ең болмаса каспиіңізден басқа жерге ауыстырыңыз. Әйтеуір ең бастысы бұл жерде ниет, миға садақаны еске түсіру. Күніне 100 теңге берем деген нәрсені миға жай ғана нәпсіге ауыр тигізбей, оңай күніне 1000 теңге беріңіздер десем, ойбай деп шалқадан түсетін еді. Мен де өзім шалқадан түсетін едім да. Күніне 100 теңгеден берсек, бір айда 3000 теңге болады. Сондықтан сіз ойлаңыздар, мен әр күні садақа беріп жатырмын деген нәрсе, біліңіздер, сіздің садақа деген ниетіңіздің өзіне Алла Тағала таудай сауап беруі мүмкін да. Бұл жерде тиында тұрған ештеңе жоқ, бағасында тұрған ештеңе жоқ. Бұл жерде сіздерге үйреткім келетін әр күні садақа беруге миымызды үйрету, жүрегімізді, нәпсімізді үйрету, Сондықтан марафонда сіздерге сондай тапсырма беріліп жатыр. Әр күні 100 теңге садақа беріңіздер деген. Байқасаңыздар, біз тапсырманы да оңайлатып беріп жатырмыз, Сон тағы бір нәрсе үйретейін сіздерге, қараңыздар. Егерде бір техникада, егерде бір ауыр болып, бір шаршап кетіп, жаңағыда настроениеңіз болмай, болмаса біреумен ұрысып қалып, осы қызып кетіп, осы ашуыңызды баса алмай тұратын кездер болады ғой, Сол кезде күшті техника бар да, элементарный техника болуы мүмкін. Бірақ та қараңыздар, ол кезде үйде отырған болсаңыз, терезені ашасыз, болмаса балконда ашасыз, болмаса жер үйде тұратын болсаңыз, сразу далаға шығып кетіңіз. Лишь бы таза ауа болу керек, мындай кәдімгі ауа, свежий ауа болу керек, даланың ауасы. Сол жерге шығыңыз да, бүткіл сылқ деп денеңіздің бәрін расслабьтеп тастаңыз да, мұрныңызбен барынша ауаны тартыңыз. Деңіз де сүңген кәдімгі деп емес, ауызды ашып емес, кәдімгі үрлеп ауызды да кәдімгі напормен үрлеп шығарыңыз да, ішіңіздегі деміңізді қазір көштем өзім жасап. Бірақ қараңыз, бұл жердегі маңыздылық не? Неге назар аударамыз? Деп тартқан кезде ойлаңыз да, примерно басында қиын болуы мүмкін, кемеуі мүмкін елестеуші, бірақ миыңызға елестетіңіз. Әлемдегі Алланың бүткіл нығметін мұрныңызбен тартып жатсыз. Күшті нәрселер, әдемі иіс, мына дүниедегі ең күшті Алланың мейірімін, барлық жақсы нәрсені деген кезде миыңызға барлығын тартып алдыңыз да. Содан кейін жаңағыда деп шығармаңыз, жібере салмаңыз да, ол выдохты кәдімгі үрлеңіз деп кәдімгі напормен шығарыңыз да. Ал ойлаңыз, ішіңізден үрлеп жатқан кезде
жүрегімдегі қатып қалған бүткіл обидаларды, жаңағыдай жаман ашуды, эмоцияны, болмаса қорқынышты, айтсам осындай жаман кекшіл жаңағыдай кектерді, бұрын қалып кеткен осындай біреуге деген реніштерімді шығарып жатырмын. Үрлеген кезде напормен шығарып жатырмын. Тартқан кезде, мұрныммен тартқан кезде Алланың бүткіл нығметін, күшті, приятный энергияны, жақсы нәрселерді тартып жатырмын деп ойлаңыз, шығарыңыз, ойлаңыз, шығарыңыз. Осы нәрсені 7 рет істесеңіз, қатты ашуланып тұрған кезде, маған сенбейсіздер, бірақ істеп көріңіздер, сосын маған рахмет айтасыздар. Өте қатты көмектеседі, қыздар. Күшті техникада, демалу техникасы, яғни үрлеу техникасы деп аталады да. Бірақ та тек ашуланған кезде емес, мысалы мен әр күні таңда, енді оянамын ғой, тереземді ашамын да, әр күні таңертең ояна салып осыны істеймін. Сосын деп тастай салмайсыз да, выдохты. Өте маңызды, қыздар, тастай салмаңыздар. Кәдімгі напормен үрлеп шығаңыз. Тартқан кезде де жаңағыдай қатты тартпаңыз да, нәзік жай ғана тартыңыз, өйткені басыңыз ауырып кетуі мүмкін. Және демалу техникасын білесіздер ғой, жаңағы мұрынмен тартқан кезде ішпен демалуды, іш қампаю керек та. Жаңағы ішіңізден жел шығарған кезде наоборот ішке қарай кіру керек. Яғни осы нәрселер мелочь болып көрінсе де, бір рет ашуланғанда, екі рет өзіңіз таймай тұрған, бір жылағыңыз келіп, осы күйеуіңізге қатты біреу сізді прям қорлады, бірдеңе деп ойлайсыздар ғой, бір қатты ашуланып, бірдеңе басыламай тұрған, болмаса настроениеңіз болмай, бірдеңе инстаграмнан көріп қалып ма деген, или өткен бір қателігіңіз есіңізге түсіп кетіп, болады ғой, адамда резко настроение түсіп кетеді ғой. Осы нәрсе, мына техника қатты әсер етеді, күшті пайдасы тиеді осы техниканың ше. Күніне ондай болсын, болмасын, бірақ ондай кезде міндетті түрде осы Балқия Балтабай айтып еді ғой деп естеңізге түсіріңіздер да, үрлеу техникасын. Ал егер ештеңе болмаса, барлығы жақсы болса, күнде таңертең ұйқыңыздан тұрған кезде, бірақ ауа таза болу керек. Үйдегі ауаны өзімен өзі, итак үйдегі ауа айналған жоқ қой, жер үйде тұрсаңыз далаға шығыңыз, болмаса әйтеуір балконнан шығыңыз, әйтеуір ең болмаса басыңызды терезеден шығарыңыз да, ауа таза болу керек. Таңертең кешке қиын емес, қыздар. Қиын деп қабылдамасақ болды, ең бастысы миымызға. Тура ұйықтайтын кезде осы нәрсемен ұйықтаңыз. Осыны істей беріңіз, білесіз ба, ми соған үйренеді да. Біздің миымыз неге сендірсек, біз неге оны сендірсек, неге үйретсек, соған сенеді. Сосын сіздің миыңыз ойлайды да, тек қана мен жақсы нәрсені көп алып жатырмын дегеннен кейін, вот Алланың мейірімін, біз оның нығметін, әлемдегі жақсы нәрселерді сезіне, жүрекпен сезіне бастаймыз да. Сосын вот жүректе тыныштық жайлап орнай бастайды. Анау білесіздер ме, жүрегіміз ашу, ызаға, реніш қой енді, оны реніш шығарып тастау деген менде ауызбен айту оңай, бірақ та қатып қалған реніштерді шығару қиын да кейбір кезде ше. Сол реніштерді ең болмаса жібітіп, техника істеген. Осыны істеп жүрсеңіздер, жібітіп, кейін техниканы жасап, немесе жаңағыдай бір бар ғой, кешірім техникасы бар, соны жасаған кезде оңай-ақ шығып кетеді. Болмаса онсыз ақ кішкентай реніштер, жаңағыдай қатып қалмаған, әлі жібіп тұрған, жаңағыдай қатып жоқ болып кетпеген, тас болып қалмаған реніштер шығып кетеді осы нәрсемен. Сеніңіздерші осы нәрсеге, иншалла. Осы нәрсеге сеніп, сөйтіп істейтін болсаңыздар. Обязательно мен мысалы сөйтем, азанда тұрамын ұйқымнан, сөйтем да осыны істеп, кәдімгі напормен шығарасыз да, деген кезіңізде, сосын 7 рет істейсіз, шамаңыз келсе 5 рет алып көріңіз, енді басыңыз ауырып кетпесін. Істегеннен кейін көзіңізді ашасыз. Альхамдулилля, Аллахым, өзіңе шексіз шүкірліктер болсын. Менің саған деген шүкірім шексіз. Бүгінгі күнімді таңертең таңғы дұғаны айтып жатырмын жаңағы. Бүгінгі күнімді тек қана сенің рахымыңда, мейіріміңде, қолдауыңда, қорғаныңда болуымды, бүгінгі күннің берекелі болуын, жеңісті болуын нәсіп ет. Сенің разылығыңда, бүгінгі күні бойы сенің разылығыңда болуымды нәсіп ет. Қай жерге, қайда барсам да, қай іс-әрекетінде де сен мені қолдап жүр. Сенің қолдауыңсыз, сенің қорғауыңсыз, сенің поддержкаңсыз, сенің мейіріміңсіз мен ешкіммін. Ал егер сен маған қолдау көрсетсең, онда маған ешкім зиян тигізе алмайды. Даже үйден шыққан кезде кеше бердім, телеграм каналда үйден шығатын дұғаны бердім. Бисмиллах таваккалту аллалла, ла хаула ва ла қуата илля билlah. Айтыңыз үйден шығатын кезде. Егер арабшасын айта алмасаңыз, қазақшасын түсініп айтыңыз. Қазақша мағынасы мынандай. Бисмиллах, Алланың атымен. Ең басты түсініп алсаңыз болады. Алланың атымен. Аллаға тәуекел еттім. Яғни Аллаға ғана тәуекел еттім дейді. Алладан өзге күш қуат жоқ. Болды, осы 3 сөйлем. Қазақшасын айтсаңыз да болады. Сосын үйден шыққан кезде Алланың атымен Аллаға тәуекел еттім. Алладан өзге ешқандай күш қуат жоқ. Бітті. Қандай сіз қорқып тірілдеп бір жерге бірдеңе уайымдап бара жатсаңыз да, Алладан өзге күш қуат жоқ. Бәрі Алла сияқты проблемамызды шешіп беретін, дәл сол сияқты бізге крыша болатын, ол сияқты бізге поддержка беретін, қолдау көрсететін ешкім жоқ. Қанша ол бір всемогущий, ең мықты бір бай, әкім, бірдеңе болса да, Алла сияқты бізге. Бірақ осы нәрселер біздің жүрегімізге сіңу керек та кәдімгідей. Сондықтан, құрметті ханымдар, барлығы өзімізге байланысты.
Мен көп сөйлеп кетсем кешірім сұраймын сіздерден. Сіздерден сұралатын нәрсе дәл қазір марафон жүріп жатыр, тегін челлендж жүріп жатыр, салауат жүріп жатыр. Мүмкіндігінше тегін беріп жатқан кезде пайдаланып қалыңыздар, өтініш. Басқаларға таратыңыз, шақырыңыз. Бір адамға болса да, ең болмаса сіңліңізге, абысыныңызға, осындай болып жатыр, қатысшы. Өзіңіз айтып болған мүмкін жеткізе алмай қалуыңыз мүмкін да. Мынандай эфир болды, пожалуйста, мына эфирді көрші, осындай болды деген сияқты. Болмаса әйтеуір осы бір титтей бір ниетіңіздің өзіне Алла тағала мүмкін сізге сауап беретін шығар, білмейміз ғой біз. Сондықтан біреуге алдымен өзіңізге дұға тілеп жүріңіз үнемі. Сосын біреулерге, басқаларға үнемі жақсы ниетпен, күлімдеп қарап, осындайда жақсы ниетпен сөйтетін болсаңыз, міндетті түрде сізге де адамдар жақсы ниетпен қарайтын болады. Үнемі біреудің плюсын көре беретін болсаңыз, сіздің де адамдар плюсіңіз көреді. Бірақ үнемі біреудің неғып осы деп кемшілігін, келініңіздің, енеңіздің, білмеймін, күйеуіңіздің минусын көре беретін болсаңыз, сіздің де минусыңызды көре беретіндей қылып қояды Алла тағала. Болмаса дәл осындай, жаңа айттым ғой, бумеранг. Не істесеңіз де өзімізге, не істесек те өзімізге қайтады, және ол еселеніп қайтады. Умножается дейді ғой, жаңағыдай көбейтіп қайтылады да өзімізге. Біліңіз, осы нәрсеге сеніңіз. Алла тағала жақсылықты да, жамандықты да өзімізге есесімен қайтарады. Сондықтан да дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Комментарийді қоссам қазір білем, сұрақтан бөлек нелеріңіз көбейіп кететін шығар. Сондықтан Алла тағала сізге де, бізге де, баршаңызға разы болсын. Әлі бұндай эфирлерді көп жасаймын, Алла бұйыртса. Ең бастысы, қыздар, құрметті ханымдар, жүрегіміз тыныш, ең бастысы жүрегімізде Алланың разылығы болған, бірінші орынға оны қойған, күнә жасасақ та қайтадан тәубемізге келетін, бір-бірімізге тек қана айна болатын, себепкер болатын, сонда құлдардан болуды нәсіп етсін. Алла тағала әрбіріңіздің, сіздің де, менің де, бәріміздің жүректерімізге өзінің мейірімін салып қойсын, отбасыларымызға береке берсін, сізден де, бізден де разы болсын. Ең бастысы мына өмірдің рахатын, ләззатын, жүректің тыныштығын сезініп өмір сүруді нәсіп етсін. Амин. Баршаңызға тағы да қайырлы түн. Тыңдағандарыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматулла.